Қайырлы күн, құрметті оқытушылар. Мен Карим Ислам Сабитұлы С категориясының тыңдаушысымын. 3-4 модульға анализ жасасам. 3 модульда жалпы біз жас ерекшелікке сай балалардың психологиясына, тренировкадағы процестегі ұйымдастырылуға көп назар аудардық оқыту процесінің 3 модульде. Және физиологиялық жас ерекшеліктеріне көңіл бөлдік. Психологиядан бастасам, 6-12 жастағы балалардың психологиясы үлкен балаларға қарағанда өзгеше. Бұл жаста баланың қалыптасу кезеңі үлкен өмірге, үлкен футболға аяқ басудың алдындағы фундаментін қалыптастыру керек. Және 6-12 жаста баланы қалай тәрбиелейсің, әрі қарай сол фундаментпен бала қалыптасады. Сол себепті психологиялық тұрғыда өте маңызды. 6-12 жастағы балаларға мүлде қысым жасауға болмайды. Психологиялық тұрғыда әрқашан позитив, қолдау, жалпы қателіктерді тіпті айтуға болмайды деуге болады. Жеке дара сөйлескен кезде мүмкін, әрине, ата-ана арқылы, ал жалпылама көпшіліктің көзінше процесс кезінде мынау былай қателік болды, мына жерде былай деп дұрыс емес деп барлығының көзінше баланың сағын сындыруға мүлде болмайды. Бұл жастағы психологиялық ерекшеліктердің бірі осында. Егер жақсы көзге түсіп жатса, көпшіліктің көзінше демонстрацияға шығаруға болады. Егер белгілі бір жаттығуды жақсы істеп жатса, бір ойыншыны, ал қате істеп жатқан жағдайда ортаға шығарып, мынау қате деп айту категорически запрещен, яғни мүлде болмайды. Келесі психологиядан бөлек процесс кезінде бұл жастағы балалардың ерекшелігі тез жалығады және процесс қызық болу керек. Сол үшін ойын баласы дейміз ғой, бұл жастағы балалар нағыз сол ойын балалары, ал ойын балаларына жаттығу кезінде көбінесе ойын форматындағы жаттығуларды ұйымдастырған дұрыс. Тіпті жаттығудың алдындағы дене қыздыру кезінде де кішігірім ойындар арқылы балаларды қызық қылып дене қыздыру процесін солай ұйымдастырған дұрыс. Және де ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас туралы талқыладық. Бұл жерде ата-ана мен жаттықтырушының арасында белгілі бір дистанция болу керек. Белгілі бір ата-анамен жақсы қарым-қатынаста құрып, ал қалғандарымен дистанциясы олай болмайды мүлде. Барлығымен бірдей белгілі бір арада рамка болу керек ата-ана мен жаттықтырушы арасында. Және бұл жастағы балалар бірінші кезекте ата-анасымен футболда қарым-қатынасы өте маңызды. Себебі ата-ананың бұл жастағы балалар үшін орны өте ерекше. Көп шешімді енді ата-анасы арқылы қабылдайды. Сол себепті жаттықтырушы және ата-ана осы баланың футболдағы карьерасындағы көпірі болу керек. Бір сөзбен айтқанда, түрлі дүниелерді жаттықтырушы ата-анасы арқылы жеткізіп отыруына болады. 4-ші модульға көшсек, 4-ші модульда біз 2-1, 2-2 шабуылда және қорғаныстағы принциптарды өттік. Бұл жерде балаларды 2-1, 2-2 сәттерінде алаңның түрлі зоналарында, түрлі жерінде болуы мүмкін. Бұндай басымдылық немесе кемшілік. Соған сай балаларды біз ойын арқылы, жаттығу арқылы бір түсінік қалыптастыруды үйреттік, жалпы үйрендік өзіміз бірінші кезекте. Түрлі вариацияларды көрдік. Мысалы, забегание, стенк секілді, сол секілді дүниелерді біз жаттығуға әкелдік. Қорғаныс кезіндегі ерекшеліктерді атап өтуге болады. 2-1 кезінде зонаға, ауттың зонасына, шетке қарай тықсыру зонасына қууға болады. Нашар аяққа қарай қуып 2-1-ді алдын алуға болады жалпы. Сол секілді біз тренировкада процесстерді практика кезінде және теория кезінде
үйрендік жалпылама.